Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Бақнұр KZ каналы. Бүгін біз топ 10 керемет ойындар туралы сөйлесетін боламын. Топ 10 керемет ойындарды көрсететін боламын. Мен бірінші орындағы ойынды қарастырайын. Бесінші орында мен 10-шы орында FIFA Mobile ойыны. Бұл ойын керемет ойындардың бірі деп саналады, бірақ мен бұны 10-шы орынға қойдым. Себебі бұл қатат көбінесе. Ал келесі орындағы ойынға кеттік. 9-шы орында бұл Clash of Clans ойыны. Бұл ойында 100 миллион адам бас жүктеп алған. Көбі мақтаған. Ал 8-ші орынға келетін болса, 8 бұл емес, кешіріңіздер. 8-ші орынға мен Special Forces Group 2 ойынын қоямын. Себебі бұл ойын керемет ойын. Бұл 8-ші орын. Бұл да онлайн ойнауға болады, басқа адамдармен. Мен бұл ойында ойнаймын. Ал жалғастырамыз. Dream League Soccer ойыны. Бұл 7-ші орында тұрған ойын. Бұл ойын себебі мен неге бұны 7-ші орынға қойдым. Бұның бір минустары көрсетейік қазір. Міне, сіз бір ай одан да көп ойнасаңыз, сізге Роналдо, Месси сондай карточкаларды сатып аласыз. Ал көп ойнамай, аз ойнап сатып алғыңыз келсе сатып ала алмайсыз. Және де оның тағы бір минусы, ол бұны мен баяғыдан бері білем, барлық футбол ойындарда осындай. Барлық ойындарда осындай. Өзің қол жасасаң, саған сары или қызыл береді. Қатты қол жасасаң, қызыл. Ал ол саған қатты қол жасаса, ол қатты қол жасаса, оған сары или жай бара бер деген сияқты олай болады. Ал мен келесі ойынға кеттім. Біздің 6-шы орында тұрған Робокоп ойыны. Бұл нешінші обновление болған қызыр. Бұл баяғыда шыққан ойын 2 жыл бұрын істепті бұның обновление. Бүгін тура 2 жыл оған обновлениясы болғанына. Ал келесі біздің топ 5-мізді ашып отырған EA Sport UFC ойыны. Бұл керемет ойындардың бірі деп айтуға болады. Мен бұл ойынды көп ойнадым. Бұл 500 мегабайт сіздің памятіңіздің сотыңызда бос орын болу керек. Сіз оны басып аласыз. Тағы да ішінен бірдеңе файлдардың жүктелуі сондайлар болады. Ал мен кеттім. 4-ші орында тұрған Отряд самоубийц спецназ ойыны. Бұл ойын керемет ойын. Мен бұл ойынды ойнаған болатынмын. Бірақ өшіріп тастадым. Памятімнің толып қалғанына байланысты. Үші ойына болатын ұмыт қалдым. Ал келесі ойынға кеттім. Сізде бұнымен келіспесеңіздер де мен жүріп отырмын. Сіздер бұл дұрыс емес қой деп айта беріңіздер. Бірақ мен өзім жақсы көретін ойындарының тобын ашып отырмын. Ал тобымыздың 3-ші орын, топ 3-ті ашып отырған Traffic Racer ойыны. 100 миллион адам басқан уже. Мәселен, ойлаңыздар, 100 миллион адам. Бұл әртүрлі пайда боласың, бірдеңе боласың, солай ақша жинайсыздар. Сосын бұл ойында кәдімгі шын машиналар бар. Ferrari, Porsche, Jeep, Audi барлығы бар. Және де не бар? Lamborghini бар. Ал келесі ойынға кеттік.
Екінші орында ашып тұрған бізде Shadow Fight 2 ойыны. Бұл Shadow Fight 2 ойыны керемет. Сіз ода вулканмен ойнайсыз, білесіз. Ода көптеген адамдар мақтаған. Міне қарайық, неше адам бағалаған екен. 6.590.238 адам 5 жұлдыз қойған. Ең аз деген 2 жұлдыз қойыпты. Ал бірінші орындағы ойынға кеттік. Бірінші орында тұрған ойындардан екеу алайын деп шештім мен. Маған Clash Royale және Minecraft ойындары ұнайды. Clash Royale ойынына келетін болсақ, мен Clash Royale'дан көп түсіре бермеймін. Minecraft'тан да көп түсірмеймін. Мен Minecraft'тан түсірмеймін. Бірақ Clash Royale мен үшін басқа жеке ойын болып саналады. Бұл ойын керемет ойын. Ал Minecraft'қа кеттік. Тағы да бірінші орында тұрған Minecraft'қа кеттік. Екінші Clash Royale екеуі бірінші тұрған Minecraft Pocket Editions ойыны. Бұл ойын керемет ойын. Бұл ақылы тұратын ойын. Сіздер бұны браузер немесе Chrome'нан жүктеп аласыздар. Осы видео ұнаса 5 лайк. Одан кейін келесі видео шығатын болады. Ал давай.